Баршаңызға сәлем. Бүгін өріктен варенье қайнатып банкіде жабатын боламыз. Міне сіздерге ең оңай жолын көрсететін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менде бұл жерде үйде піскен өріктер, ішінара босағандары, езілгендері бар. Өрікті жақсылап жуып, екіге бөліп арасындағы сүйектерін алып тастадым. Өрігіміздің үстіне секерімізді салып шығамыз. 1 килограмм өрікке 1 килограмм секер салсаңыздар болады. Мен барлығын салып алдымда ешқандай араластырмаймын. Бетін жауып 24 сағатқа немесе бір түнге қалдырамыз. Секеріміз еріп, өрігіміздің соғы шығып, неге осындай суы бөлінді. Енді бұны жай отта қайнататын боламыз. Жай отта 40 минут қайнататын боламыз. Осылай бетінде көбіктер шығады. Бұл ақ көбіктердің барлығын алып тастау керекпіз. Өріктеріміз қайнап жатқанда мантоваркеге банкілерімізді стерилизовать етіп алдым. Вареньеміз қайнап дайын болды. Мен мұны 2 банкіге теңдей бөліп салып алатын боламын. Неге біздің вареньелерімізді құйып салып алдым. Енді қапақтарын жауып шығамыз. Біздің вареньеміз дайын. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар. Лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Салима.